Өзім ойдан бір пирог шығарып алғанмын. Үйде айраным жиналып қала қалса болды, дәл осы пирогты дайындап, жемейтін балаға да жегізіп жіберемін. Өзім біліп үндемей отпай, сіздерге де бөлісе отырайын. Үлкені бар ма, кішісі бар ма, таңғы шайға дайындап қойсаңыздар, ыстықта етіп әрі жұмсақ болғандықтан таласып, тармасып тұрып жеп қояды. Сіздер ана тұрған жүрекшені бір қызартып қойсаңыздар, көп балалы мамаларға қажет болатын қарапайым рецептерді жиі бөлісіп тұрамын. Біздің балалар творогты пирогқа қоспасаң жемейді. Сол себепті қалып қойған творогтардың барлығын осылай бір жұмыртқа, қантпен араластырып қолмен мұжып домалақ шариктер жасаймын да формаға сары май жағып үстінен дәл осы шариктерді теріп шығамын. Енді бөлек ыдысқа 3 жұмыртқаны жағып үстінен қалып қойған айраныңыздың 250 грамын саласыз. Қантты да салып жақсылап араластырып аламыз. Үстінен сұйық майды және ұнды салып тағы да жақсылап біркелкі болғанша араластырып, енді пирог күшті болып көтеріліп шығу үшін 1 шай қасық ас содасына 1 шай қасық 70% уксустан саласыздар да екеуін жақсылап араластырып массамыздың үстінен құямыз да тағы да жақсылап венчикпен араластырамыз. Енді творогтардың үстінен біркелкі етіп осылай құйып шығасыздар да бетін кішкене шамалы тегістеп үйде бар заттармен бетін сәндейсіздер. Біз компоттан қалып қойған шиелерді де үстіне салып әдемілеп сәндедік. Енді алдын ала қызған пеште 180 градуста 40 минут пісіресіздер.